Бүгін сіздерге бар болғаны бір минутта жасалынатын презентация жасаудың әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыз. Ең бір ерекшелігі, яғни сіз семинарларда, конференцияларда спикер болатын болсаңыз, немесе күнделікті сабағыңызға презентацияны дайындайтын болсаңыз, төменгі жағында заметки бөлімі тұрады. Осы жерден сіз осы слайдыңызға қажетті барлық ақпараттарды көз тігіп оқып ұсына аласыз. Яғни айтатын сөзіңіз бір жақта немесе слайдыңыз басқа жақта тұрмайды. Сөзіңізбен бірге төменгі жақта осы презентацияны дайындап береді. Міне қарап отырсаңыз, заметки бөлімін жинап тастауға болады, немесе жайып қоюға болады. Барлық тапсырма түрлерін кірістіріп құрастыра аласыз. Бар болғаны 1 минут. Дәл осы презентацияларды жасаудың мүмкін мен сізге жеңіл жолын көрсетемін. Бұл бізде iTeacher.kz платформасы. Осы сілтемеге өткеннен кейін біз әлбетте бұл платформаға тіркелеміз. Бұл бастапқы кезде тегін жұмыс жасайтын платформа. Бұл платформаның мүмкіндіктерін мен өткен видеода көрсеткен болатын. Төменгі жағында сілтемесін қалдырамын, толық көрсеңіздер болады. Өте қолжетімді бағада, аптасына 2000 теңге және айына 5000 теңге. Және сіздерге арнайы жеңілдікпен алу үшін төменгі жақта промокод көрсетілген. Сол промокод арқылы тиімді бағада ала аласыз. Алдымен тіркелесіз. Мен тіркелгенмін, сондықтан да өзімнің жеке кабинетіме кіремін. Осы жерде қазақ тіліне аударып аламыз және мұғалімдер үшін барлық мүмкіндіктерін ұсынады. Тек қана мұғалімдер емес, мектеп әкімшіліктері үшін де біраз құжаттарды жүйелеп алудың мүмкіндіктері қарастырылған. Осы жерде біз презентация генераторы бөліміне өткен кезде менің осындай жасаған презентацияларым дайын тұр. Мысалы қараңыздар, ЖИ креативті лабораториясы туралы презентация мұғалімдерге өткізген. Осындай презентациялар бар. Дәл осындай презентация жасап бер деп қана мен жаздым промпты. Осыған сәйкес маған небәрі 1 минутта презентация жасап берді. Есесіне мен оны семинар, конференцияларда қорғаған болатын. Және әр слайдқа айтылатын сөздері жанында тұрады. Міне, қарап отырсаңыз. Дәл осылай сіз өз тақырыбыңызды тез арада қорғай аласыз. Енді оны қалай жасаймыз? Жаңасын жасау дегенге басамыз. Осы жерде сіз қай тақырыпқа презентация жасайсыз, сол тақырыбыңыздың жоспарын жазсаңыз болады, немесе файлына келіп орналастырсаңыз болады. Мен қазір выберите файл деген жерге өзімнің семинарларда сөйлеген сөзімді әкелемін және осы жерден сыныпты таңдауымыз қажет. Мен қазір сыныпқа жасап жатырған жоқпын. Бір семинарға жасап жатырмын және презентацияның тілі қазақша деп көрсетеміз. Слайдтардың санын көрсетеміз. Осы жерде 15-ге дейін жасай аламыз. Және суреттердің визуалды стилін таңдаймыз. 3D мультфильм, коллаж деген сияқты 3D мультфильм де таңдайып және осы жерден безендірудің тақырыбын таңдаймыз. Мысалы, технокүлгін деймін және слайдтарға фон қосу қажет болатын болса галочка қоясыз. Одан кейін мына жерге мысалға жазсаңыз болады, практикалық тапсырма кірістіріңіз деген сияқты. Немесе презентация жасау батырмасын басасыз. Дайын болды, енді бірге көріп көрейік. Яғни біздің міне 3D мультфильм стилінде жасалынған презентациямыз. Бұл ең басты презентация, төменгі жақта еш жерде кездеспеген, тек осы ғана платформада бар. Шпаргалкасымен бірге жүреді, яғни қасында айтатын сөздері тұрады. Мен тек қана сөзімді осы жерге қойдым. Осы сөзіме сәйкес бұл жерде презентация дайын. Әрбір слайдта қандай сөз айтатынымды еш жерден іздеп тұрмаймын. Өте жақсы етіп дайындап берген. Қараңыз, қандай әдемі. Қандай да бір платформа іздеп отырмай, дәл осы жерден сізде презентацияларыңызды дайындап аласыздар. Презентацияны дайындаған кезде кеткен қателіктер, түстер ұнамай қалса, оның барлығын осылай өзгертіп отырасыздар. Бұл жерде мен бірнеше презентацияны дайындағанмын. Міне, осы презентациялар сіздің жеке кабинетіңізде сақталынып тұрады. Сондықтан бұл платформаның мүмкіндіктерін қолданып көріңіздер.
және мында рефералдар деген бөлім бар. Дәл осы жерде осы қолданып отырған платформаның сілтемесімен міне көшіріп алып бөлісетін болсаңыз, сіздің әрбір айға алатын төлеміңізге бонус қарастырылған. Сондықтан да міне менің рефералдарым мен арқылы кіргендер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Басқа әріптестеріңізге осындай платформаның бар екендігін айта жүріңіз, бөлісе жүріңіз, кәделеріңізге жарасын.